Танымал кәсіпқой боксшы Жанқош Тұраров қыз зорлады деген ақпараттары. Кейінірек Алматы қалалық полиция департаменті қылмыстық іс қозғалғанын растады. Ведомство ұсынған хабарламада сот медициналық сараптама тағайындалып, қазір оқиғаның толық мән-жайын анықтау үшін тергеу жүріп жатыр делінген. Айта кетейік, 33 жастағы Жанқош Тұраров IBO нұсқасы бойынша жартылай орта салмақтағы әлем чемпионы. 28 қыркүйекте Алматыда өтетін бокс кешінде титулдарын қорғауы тиіс болатын. Ол өзіне тағылған айыпты жалған деп атап, төсектес қыз керек болса, маған зорламай-ақ келетін жағдайым бар деп мәлімдеді. Боксшыға қарсы арыз берген Әнәру Құрманәлі белгілі композитор Қалдыбек Құрманәлі мен марқұм ақын Ақмаржан Таубаеваның қызы. Әнәрудың айтуынша, олар Жанқошпен осыдан 6 жыл бұрын әлеуметтік желіде танысқан. Сол кезде боксшы алғаш рет зорлады деп айыптаған қыз, содан бері екеуі кездесіп тұратын. Жанқош Тұраров 6 жылдан бері алдап келе жатқанын айтып берді. Тұраровтың адвокаты Самат Мамутов екеуі интернет арқылы таныс болғаны растады. Жанқош Тұраров Әнәру Құрманәлінің психологиялық, наркологиялық денсаулығына сараптама жүргізу үшін арыз түсіріпті. Әнәруды бір ай бұрын белгісіз біреулер Қонаев қаласында зорлаған туралы да ақпарат тараған. Оқиға 4 шілде күні болған. Қыз полицияға өзі арызданған екен.